Сәлем бол заманмен. Бүгін біз интернеттегі картинканы схемаға айналдырамыз. Вышивальный машинада вышивка, яғни кесте жасау үшін кеттік. Алдымен біз интернеттен картинканы тауып аламыз. Мен алдына картинканы тауып алдым. Енді оны оң жақ батырмамен менюін шығарып копировать етеміз. Копировать картинку. Картинка негізі барынша сапалы болу керек. Сапалы картинканы іздеу үшін міндетті түрде қасына вектор деген сөзді жазыңыз. Вектор деген сызық. Қанша үлкейтсең де суретті жиектерін сызықпен көрсетеді. Бізге сол маңызды болады. Одан кейін қайтадан өтеміз өзіміздің Welcome программасына. Оң жақ батырмамен, жоқ, мына жерде правка, вставитті басамыз, и бізде осындай картинка шығады. Енді бұл картинканы, қарапайым картинка, көріңіздер, осындай 4-3-ті болады, егер де үлкейтетін болса. Сондықтан мен айтатыным, векторды барынша іздеу керек. Бұл вектор болғаннан кейін біз өзіміз оны векторға айналдырамыз. Бұл жерде бізде екі әдіс бар. Біреу осы Welcome программасы арқылы, екіншісі CorelDRAW программасы арқылы. Бірінші осы Welcome программасы арқылы жасаймыз. Неге? Өйткені картинка осы программада ашылды. Осы жерде мына тұста осындай картинка болады. Бұл бізде инструмент, сол жақтағы. Соның мына бұрышын басамыз. Бізде осындай меню шығады. Жаңағындай. Осы менюның ішінен мына подготовка цветов изображения деген болады. Осы инструментті таңдаймыз. Енді қараңыздар, мынау сол жақта басындағы, оң жақта кейінгі ауысатыны. Барлығы дұрыс, сондықтан окейді басамыз. Мінекей біздің картинкамыз қандай болды. Жиектерін қараңыздар. Бағанағымен егер салыстыратын болсақ. Осыны вектор дейді. Яғни сызық болу керек. Не үшін вектор? Себебі егерде 4 бұрышты болатын болса, біз оны схемаға, дизайнға айналдырған кезде бізде нашар шығады. Бұл видеода біз картинканы жылдам түрде дизайнға айналдырудың әдісін жасаймыз. Кейін біз қайтадан мына бұрышқа басамыз. Одан кейін мына жерде заполнение татами деген болады. Сосын заполнение татами с отверстиями деген болады. Бізде бұл жерде отверстиялар бар, сондықтан біз осыны таңдаймыз. Кейін мына жерде картинканың тысы және картинканың іші болады. Біз ішіне басамыз. Сәл күтеміз. Вышивкаға айналдырып отыр. Мінекей, енді осыдан кейін біз қайтадан выбор объектіға өтеміз. Біздің дизайн дайын болды, қараңыздар. Алдыңғы сабақтарда көрсеткендей, мына татами деген заполнениемен. Енді соңына дейін жеткіздірейік, біз пәлсені таңдаймыз. Мысалы, пәлсі 200-де 200 болсын. Одан кейін картинканы аламызда. Обводить етеміз. Арттағы картинканы алып тастаймыз. Немесе оны өшіп тастаймыз. Картинканы өшіру үшін біз мына показать растр деген кнопка бар. Мінекей. Біз соны аламызда басамыз и картинка жоқ болып кетеді. Сосын біз аламызда өзіміздің дизайнымыздың схемасын таңдаймыз. Оның мына жақта высота және ширина болады. Соны ең үлкен аламызда 199 деп жазамыз. 199 мм. Бізде пәлсе максимум 200-де 200. Қараңыздар.
біздің схема үлкейтілді. Енді кейде болады, мынау пәлсінің тыстарында болады. Сондықтан біз бұл жерде осындай инструментті қолданамыз. Мінекей. Бұл инструмент бізге басында осындай болуы мүмкін. Пәлсені қосқан кезде біз аламыз да автоначалый конец деген басқан кезде міндетті түрде оның ортасына алып келеді. Мінекей схема дайын. Енді бұны сохраниттеп, флешкаға жүктеп, флешканы вышивальный машинаға қосып, вышивканы жасауға болады.